Баршаларыңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте влажный осындай заварной крем қосылған кекс дайындаймыз. Ең алдымен ыдысымызға 2 дана жұмыртқа, қантымызды салып, жақсылап миксерлейміз аппақ масса болғанынша. Бұл рецепттің толық нұсқасын описание бөліміне қалдырып кетемін. Енді осылай аппақ болған массамызға сүт құямыз. Сүтіміз бөлме температурасында болу қажет, және сұйық май құямыз. Жарты шай қасық ас содасын саламыз. Жақсылап тағы да миксерлеп аламыз. Содан соң ұн мен какаоны електен өткізіп салуымыз қажет. Біркелкі масса болғанынша. Осы кезекте пешімізді 180 градусқа қыздырып аламыз. Содан соң осылай міне массамыз дайын болады. Енді пісіретін формамызды мен осындай шыны ыдыста пісірдім. Жақсылап майлап аламыз. Осы массамызды салып 180 градуста 30-35 минутта пісіп шығады. Ендігі кезекте заварной крем дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 1 дана жұмыртқа, қант салып, және сүттің азғана мөлшерін құйып, жақсылап түйірі болмайтындай етіп, жақсылап араластырып аламыз. Содан соң ұн және жүгері крахмалын қосамыз. Осы массамыз жақсылап араласқан соң қалған сүтті құйып, отқа қойып пісіретін боламыз. Мен дәмін беріп тұру үшін ванилин қостым. Осылай мені қалған сүтті де құйып, жақсылап араластырып, баяу отта үнемі араластырып отырып пісіретін боламыз. Осылай мені піседі. Массамыз қайнағанда осылай қоюланып шыға келеді. Енді заварной креміміз дайын. Осыған сармай, жақсы сармай салып, жақсылап араластырамыз. Кексіміз пісті. Енді түс шығарғыштың көмегімен барлық жерін осылай тесіп шығамыз. Мен сүт құйдым. Сіздер сүттің тәттілігі болмайды десеңіздер, сүтке қант салып араластырып қоссаңыздар да болады. Маған тәттілігі жеткілікті. Сол себепті осылай мені заварной кремімізді бетіне құйып, әрлеу үшін какаоны тағын сеуіп қойдым. Сіздер де жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет, жұмсақ, тәп-тәтті болып шығады. Менің видеом ұнаса лайк басыңызды